келіп мынандай нәрсе бар ғой, мына прямой эфирда осындай жүрек, одан мынандай лайкпен қазір самолет, салют, потом мынандай істеген кезде фейерверк вроде. Осыны істейміз дейді да бала-шаға кеп. Вот. Осыны істейміз деп жаңа менің бір жарты сағаттық эфирімді до конца жасатпай қойды. Енді жаңадан кіріп жатырмын эфирге. Енді мен сіздерге қыздар керемет жаңалықпен кіріп отырмын. Жаңа оны алдыңғы эфирде айтқан, бірақ ол өшіп кетті. Қайтадан айтайын, мен осы 2 апта көлемінде нелер өткіздім, разборлар өткіздім, жеке разборлар, қыздардың проблемасын анықтады, қыздар неге әрекетке бармай жатыр, неге әрекетсіздік оларда басым. Сол нәрсенің себептерін, түпкі тамырын анықтадық, былайша айтқанда. Ол нәрсенің түпкі тамыры бірінші кезекте ол сенімсіздік екен. Яғни қыздардың мен бір 10 шақты қызға өткіздім. Сондағы айтқан нәрсе ол жаңағындай, менде қатты сенімсіздік бар, мен өз-өзіме сенімсізбін, мен әрекетіме сенімсізбін. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе ол қорқыныш. Яғни сенімсіздік болғаннан кейін ол қорқыныш та болады да, мен оны жасай алам ба, жоқ па, қолымнан келе ме? Қыздар қазір өте ақылды, қыздардың барлығы өте осознанно. Аллаға шүкір, біздің Қазақстан өте жақсы дамып жатыр. Подкасттары өте көп, білім көп, тегін білім дейсіз ба? Ютубқа кіресіз ба, Инстаграмға кіресіз ба, тікелей эфирлер көресіз ба? Аллаға шүкір, біздің қазір қазақ қоғамындағы қыз-келіншектер өте ақылды. Өте ақылды, өте осознанный. Қазір бұл сіздер мысалы эфир көріп отырсыздар, бәрін білесіздер. Бірақ есть одно но. Былайша айтқанда есть одно но. Қыздар бәрін біледі. Қыздар бәрін жақсы біледі. Подкасттарын бәрін көріп тастаған, эфирлерін бәрін көріп тастаған. Бірақ бір нәрсе бар. Ол әрекетсіздік. Менде табыс жоқ, мен жұмысымды жасай алмай жатырмын, мен алдыға жылжи алмай жатырмын деген запростармен маған қыздар келді. Енді себебін анықтай келген кезде мен мына 10 проблеманы таптым. 10 проблема ол өзін-өзі төмен бағалау бірінші. Соның ішіне сенімділікті қалай арттыруға болады деген сұрақ пайда болды бізде. Келесі нәрсе, стресс пен күйзелісті басқару әдістері. Стресс пен күйзеліс неге? Өйткені жаңағы сенімсіздік бар ғой, өз-өзіңе деген сенімсіздік, өзіңнің ісіңе деген сенімсіздік. Содан кейін адам өзінің потенциалын ашып қоғамға бағытталған әрекет жасайын десе де, пайдалы болайын десе де, ол не істейді? Істей алмайды, өйткені ода не көп, сенімсіздік көп. Сөйтіп ол әрекетсіздікке көшеді. Әрекетсіздік болғаннан кейін, сіз потенциалыңызды дұрыс ашпағаннан кейін, қоғамға оны бермегеннен кейін не болады? Стресс пен күйзеліске түсесіз. Енді осы жерде мен сіздерге қалай көмектесе аламын? Стресс пен күйзелісті қалай басқаруға болады деген сұраққа жауап табамыз. Келесі үшінші нәрсе өмірлік мақсаттарды анықтау және оларға жету жолдары. Өкінішке орай өмірлік мақсат дегенде де қыздар, енді айтам ғой, өзіңізді 1 жылдан кейін, өзіңізді 10 жылдан кейін қалай елестетесіз деген кездің өзінде де өкінішке орай қыздар соны елестете алмай жатады. Қыздар бәрін біледі. Вот идеально, да, там кім мысалы подкасттарды көреді, Балқия Балтабай, Роза Коуч, жаңағы тағы да көптеген подкасттарды көреді. Қыздардың бәрі ақылды, барлығы. То есть теорияға біз әбден тойып алғанбыз да, теорияны біз жаттап алғанбыз. Бірақ бізде практика өте аз, бізде әрекет өте аз. Сол себепті де қыздар, сіздерде нәтижеде сіз қалағандай болмай жатыр. Бірақ оны өзгертуге болады, әрекет жасауға болады. Енді келесі проблема ол эмоционалды интеллект. Өз сезімдерімізді түсіну және басқару. Осы нәрсе өте маңызды. Неге? Өйткені бізде мынандай установка бар. Не чувствуй того, что ты чувствуешь деген нәрсе бар да. Не чувствуй того, что ты чувствуешь деген шын мәнінде біз мына күнделікті өмірді сүре беріп, біз өзіміздің шынайы сезімімізді өзіміз білмейміз. Мен қазір не сезіп тұрмын? Маған бұл момент ұнай ма, ұнамай ма? Менімен осылай сөйлесіп жатқан маған ұнай ма, ұнамай ма деген нәрсенің өзіне біз толыққанды дұрыс жауап бере алмаймыз. Келесі нәрсе,
ол өзін-өзі дамыту, жеке өсуге арналған практикалық кеңестер. Яғни өзін-өзі дамыту деген кезде қыздар өсуге деген, мысалы, айтып тұрмын ғой, жаңа біз теорияға қатты қадалып қалғанбыз. Бізде теория өте көп, бізде бірақ өкінішке орай практика жоқ. Сондықтан сіздерге мен айтқым келіп тұрған керемет ұсыныс, ол 1 апталық менімен жеке жұмыс, өте қолжетімді бағада. Сол арқылы сіз нақты әрекеттерге көшесіз. Келесі, қарым-қатынастағы қиындықтарды жеңу, психологиялық тәсілдер, яғни адамда өз-өзімен дұрыс мәміле болмағаннан кейін, өзімен коммуникация болмағаннан кейін, қасындағы қоршаған ортадағы адамдармен де коммуникация дұрыс құра алмай жатады. Өзін-өзі мотивациялау, ішкі күшті қалай оятуға болады. Бізде, мен кешегі эфирде де айттым, бізде өкінішке орай сыртқы мотивация бар да, ішкі мотивация жоқ. Сыртқы мотивация дегеніміз не? Сыртқы мотивация дегеніміз, сіз бір керемет видеоролик көресіз, мотивационный бір подкасттар көресіз, сөйтесіз да, сізде күшті шабыт ашылады. Мен істеймін, ананы жасаймын, мынаны жасаймын. Немесе сол мотивпен сіз бір курстар сатып аласыз, жаңағы таргетолог, SMM, жаңағыдай тағандай бар, TikTok деген сияқты, Каспи, білмеймін, әйтеуір бір нәрселерді алып аласыз, бірақ өкінішке орай ол жерде сізге теорияны береді да, бірақ сізге әрекетке жетелейтін көмекті бермейді ғой. Сол себепті де сіз әрекет жасай алмайсыз. Мысалы, мен бір қызды білем, миллион жарым тұратын обучениені оқыған, бірақ ол обучение денген, ол айтады да, менде тек қана теория бар, бірақ мен қалай клиент қабылдайтынымды, қалай онымен жұмыс жасайтынымды білмеймін дейді. Өйткені мен тек қана 1,5 миллионға тек теория сатып алдым, менде практика жоқ дейді. Сол үшін де қыздар, осы нәрсені түсіне келе, менің нақты ұққан нәрсем ол практика керек. Мен сіздерді 1 апталық практикалық жеке жұмысқа шақырғым келеді осы ретте. Менде қазір бірнеше сет жүріп жатыр. Ол жаңағы кешегі айтқан жүрек емі, одан кейін мотивация сабағы, одан кейін көркем мәміле сабағы, және де 1 апталық менімен жеке жұмыс. Енді ол өте тиімді бағада, өте төмен бағада. Сондықтан егер сіздің жүрегіңізде сондай бір сезім пайда болса, эфирдің астында номер сақтап қоямын, сол номерге жазылсаңыздар болады. Келесі нәрсе, өткеннің жарақаттарынан арылу, психологиялық сауықтыру жолдары. Яғни біз барлығын көркем түрде түсініп, ересек позициясында қабылдаймыз. Келесі, өзін-өзі қабылдау және де өзін-өзі сүю бақытты өмірдің кілті. Өзіміздің ішкі сезімдерімізді түсініп, өзімізді тыңдап, өзімізбен жеке гармонияда болу. Келесі нәрсе, ол өзгерістерге дайын болу, өмірдегі өзгерістерді қабылдау және де бейімделу. Қорықпау, қорқынышқа қарай жүру, әрекет жасау. Осы нәрсемен сіздермен бөліскім келді, қыздар. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызды менімен болатын жеке жұмыс жасауға сіздерді күтемін. Төменде тікелей эфирдің астында өзімнің көмекшімнің номерін қалдырамын, көмекшіме жазыңыздар. Қайырлы түн.